Қайырлы күн. Бүгін сіздерге топтағы бар материалдардың бала көзімен қалай көрінетінін соны көрсеткім келіп отыр. Бұл бізде қол жуу материалы. Әрине басында мынандай фартуктері бар, алжапқыштары, алжапқыштарын жауып алады. Яғни бұл жерде қандай негізгі процесс. Бала келеді, бала келіп құманды алады да бізде мына тұрған раковинаға келіп құманды ыңғайластырып және суды толтырып алады. Бұл жерде не істейді? Бала алып келеді, үстіне құяды, құйып, одан кейін сабын бар, сабынды алып қолын жуады. Қолын жуып болғаннан кейін болады, суды алып келеді, қолданып болғаннан кейін бұл материалмен осындай шелегін шығарып, шелекке суды төгіп, және осы шелекті көтеріп дәретханаға апарып төгеді. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, жай қарапайым материал секілді көрінеді сырт көзге, бірақ енді осы материал бала көзімен қалай көрінеді екен, бала қандай әсер алады екен, сол туралы видео түсірдім. Соны қарап өтіңіздер, ол келесі рилста шығады.